осы бүгінгі республикалық Айдын жырдың аққуы атты Әсия апамыздың 75 жылдығына арналған айтыстың шымылдығын түріп, алғашқы жұп болып шығатын ақындарды хабарлайын. Сахна төріне Жамбыл облысы Қаратау төрінен келген ақын Мұхтар Қонарбайды қарсы алыңыздар. Мұхтармен айтысатын Бексұлтан Орынбасар, Қызылорда облысы. Жасынан өлең оқып, жырда жаттап, қайраулы қызыл тілін тұр жалақтап, өзімді көрсетпесем қоза шауып, сөзімді қажетіне кім жаратпақ? Ассалаумағалейкум тобыл торғай, ұлыңмын босағаңды тұрған аттап. Абырай ахаң жахаң сенде туып, ерлікпен есімдерін тұрған ақтап. Кекімен аман келді жортқан жерлер, тарихты орап жатыр мыңға баттап. Алды халық ақыны сенен шыққан, оларды тұрғаным жоқ құрмадақтап. Кезінде Қонысбай мен Әсиялар арқырап аламанда жүрді адақтап. Ақтангер алтын ұтқан Айбегіңді ағайын өзің қостың сынға баптап. Алашқа азық берген киелі жұрт, басыңа бақыт құсы тұр қонақтап. Рухани азықты да сенен алсақ, қалайша көңіліміз мұңға батпақ? Ақынын ардақтаған Қостанайым, қосайын есіміңді жырға мақтап. Өйткені мынау елдің ақ бейілі, өздері өндіретіні оннан әппақ, оннан әппақ. Әуеде ұшқан аққу көлге қонат, мына 5 күн жалғанға пенде қонақ. Ағайын тойларыңыз құтты болсын, өнердің көші барат өрге қарап. Міржақыптың тойында мәжілістің төрағасы айтқанда ерге мадақ. Әсия апамның да мерей тойын атап өту керек деді елге қарап. Қошаныпты естіген Қостанайдың әкімі де қалмап тау жерге қарап. Жүрсін Ерман Аманжол ағаларым, қырандай жайып тастап кеңге қанат. Әр өңірден шақырды ақындарды, есімдері жүретін елді аралап. Осындай алыптардың ортасында жүргеніме етемін мен қанағат. Киелі тобыл торғай даласында мереке өтіп жатыр ең кәрамат. Мәжіліс бастап берген осы тойды мемлекет тойлап жатыр деуге болады, деуге болады. Көңілі еділ мекен жайық бекен, жүрегі кеме мекен қайық бекені. Халықтың ақын қызы Әсия апам қандай құрмет көрсе де лайық екен. Тектіден текті туары деген рас, жұртыма білгенімді жайып кетем. Атасы Хакімжанды ақын десе, Ақынжанды кісекен айып көкем. Ал нағашы атасы Жұмағали домбыра тартқан кезде байып декен. Солардың ізін басқан апамызды жырласам қалай жолдан тайып кетем. Туған жер тойын жасап беріп жатса, ендеше артық сауал қойып нетем. Айтысты барлық жерге тықпалайды деген сөз пиар мекен, хайып бекені. Мен солай айтқандарға түсінбеймін, жақсының атын жаман жойып бекені. 70-тің 5-еуіне кеп тұрғанда, әйіп қызын құрметтеу айып бекені. Айып бекені, халықтың ақ батасын алсақ жүрмен, ақынбыз жақсылыққа жарсап жүрген. Қалайсың қасымдағы Мұхтар ақын, ісімен ізгілікке жолсап жүрген.
жарыс десе алдына қара салмай, жұмыс десе қашқақтап алшақ жүрген. Бар екен абыройлы ағаларың, жұмысқа ала қояр барсаң бірден. Ей, сен министрлікке тұрды дегенде естіп өсетін жігіт қой деп тамсандым мен. Бірақ та көп ұзамай шығып кеттің, ермін деп еркіндікті аңсап жүрген. Сонан соң барған жерің филармония, әңгімем жарасат деп ансамбльмен. Ол жердің іс қағазын жүргізуге жарамай атағың мен мансап жүлдең. Сол үшін жарты штатқа түсіп қапсың, қайтеденді икемсіз болсаң мүлдем. Амал жоқ, содан кейін тойға шығып байларды мақтайды екен қоршап жүрген. Ей, қасына бір жақсы әнші ертіп алып, екінші дауыспенен ән сап жүрген. Ай, Мұхтар деген ақының қосағайын, әр жұмысты күлімдеп қарсап жүргені. Өмірде алға қарай бір шақ жүрсе, қызметте артқа қарай он шақ жүргені. Екі бірдей жұмыстың басын қосып, бір жұмыс шығар алмай шаршап жүргені. Ей, шаршап жүргені. Ей, кездер бар кейде тықыр таянатын, болмасын аламанда баяу атың. Киелі тобыл торғай топырақ алашқа кең құшағын жаялатын. Оян қазақ деп ұран тастап кеткен Міржақыптың айтшығын жоядатын. Ей, Міржақып деп ұлына ат қойыпты, Мұхтарда емес қара жаяу ақын. Бұйырса екінші ұлы келсе өмірге, оның да Ахмет деп қояратын. Қайтсем де Қазақстанын көбейтуге деп отыр, ештеңем жоқ аянатын. Ендеше Мұхтаржанға сөз берейін, күндіз ғана өтетін той алатын. Ей, кешкісін ерте жатып түн ішінде, Міржақып ұйықтағанда оянатын. Ей, оянатын. Ақынның өлең деген айқаяқау өмір еді, қай ақын өлең сүзгін көріп еді. Ассалаумағалейкум Қостанайым, жырға қосып жүреміз сені үнемі. Қазақтың екі бірдей халық ақыны мына сенде өмірге келіп еді. Соның бірі Әсия Беркенова мерейлі 75-ке толып еді. Сол үшін дүркіретіп той жасауда бүгін міне Қостанай төңірегі. Екіншісі өмірден ерте кеткен кешегі Қонысбайдай серің еді. Екеуі де халықтың ақындары, көрмесе сағынатын ел үнемі. Теңіздей тулап кеткен айтыстарда намысын елдің қорғап беріп еді. Әсия мен Қонысбай деген маған тобыл мен торғайсынды көрінеді айқаяқау. Бексұлтан сырда туған арыстаным, сен болсаң сахнада қауышқаным. Иарас биыл ғана ұлды болып, төбеміз көкке жетіп қарыштадым. Ұлыма Міржақып деп есім бердім, қалмадым қатарынан қалыспауын. Ахмет болама деп келесісі шықты ғой сахнадан дауыстарың. Бұйырса бұны менен тоқтамаймын, бар кезде қимылдаймын шанстарым. Дүниеге келтірем әлі талай қазақтың Мағжан Сәкен қаныштарын. Ұзын сөздің қысқасын айтар болсам, бәрінен биік қойған намыстарын бір әулеттен шығарсам деп жүрмін ғой. Алла жазса алаштың арыстарын айқаяқау. Төрінде Қостанайдың атқа қонсақ, бәйгені суырылып шапқан алсақ, біз қазір балаларға ат қоярда кетіп жүрміз баяғы салттан алшақ. Арсений, Дени, Марсель тағы басқа осындай атаулар көп жаттап алсақ, заманауи мағынасы ат қоямыз, осыдан сақтанайық, сақтан алсақ.
дұрыс атты таңдадым мен балама, әдейі кетпесін деп топтан алшақ. Ағайын жақсы емес пе ұлымызға Міржақып Ахмет деп ат қоя алсақ. Сол атына сайғылып тәрбиелеп, ел үшін ерен еңбек атқара алсақ. Біз үшін бақыт деген осы шығар, мынау менің ұлым деп шаттан алсақ. Бабамыздың атымен мақтанғандай, баламыздың атымен мақтан алсақ. Айғай сөйледі сахнада ағам қаттай, жұмысымыз қалыпты саған жақпай. Қызметім бар, бос кезде тойға шығам, мен байып кеткен жоқпын одан қаттай. Өзімнің отбасымды бағу үшін тіршілік жасау керек маған жатпай. Біздің елде жемқорлық деген нәрсе қылышын тұра алмайды жалаңдатпай. 100 000 теңге айлыққа кіру үшін кейбір жерде миллион пара алмақ қой. Дипломы бар болғанмен жұмысы жоқ, жастар жүр жыртығына жамау таппай. Англияға құлпынай теріп кетті, осыдан соң көп қазақ амал таппай. 150 000 қазақ жүр өзге елде, бұл бізді қоймау керек алаңдатпай. Бұның бәрі кесірі жемқорлықтың, өшіру керек отын алаулатпай. Осының егер алдын ала алмасақ, біздерді бастап барат жаман жаққай. Күндердің күн өзіміз қиналамыз, керек жерге тиісті маман таппай. Адамдар жұмыс таппай көше берсе, жұмысқа қаламыз ау адам таппай. Бексұлтан, мені тыңда, ал күрсін бе? Сен сонда өзің таза өлдірсің бе? Міржақып ұйықтағанда оянат деп, Мұхтарды мұқатқандай боп жүрсің бе? Бізді қойшы бір жылда біреу болдық. Сен өзің соңғы кезде сақ жүрсің бе? Өзіңнің үйленгеніңе 5-6 жыл, бірақ 2 баламен әл жүрсің бе? Екеуден соң роддомға бармай кетті, жеңешемнің мазасын ап жүрсің бе? Көбеймей жатсыңдар ғой кейінгі кез, күшіңді басқа жаққа сап жүрсің бе? Балаларын ұйықтамай қинап жүрме, жоқ әлде өзің ұйықтап қап жүрсің бе? Сен іні болғанда мен көке болғам, сен Мұхтар болғанда мен беке болғам. Отбасы құрғанымыз кешеді ғой, 6 жыл деп айтқаныңды қате көрдім. Сен бір қыз қарата алмай жүрген кезде, мына мен 2 қызға әке болдым. Шырағым, есебіңнен жаңылмашы, жығылса жалауыңды көтерер кім? Әңгіме боп жатыр ғой үй жақ ақыры, күткенің мына бізден сый жора кілі. Үйленгелі 3 жыл болып еді, жаныңды ауыртады кей жала құры. Сен жаңа 6 жыл деп айтқан кезде, менің ойым үйқамақ СИЗОда тұры. Готса палтарамен есептейтін, біздің үй емес саған изолятор, изолятор. Көргенде Мұхтар деген сүйкімдерді, сөз айтар деп ойлап ем сиқырленді. Бірақ та сен аузыңды ашқан сәттен күттік-ау айқай-ау дейтін жерді. Ұйықтап қап жүрсің бе дейсің маған, ұйықсыз өткіземін кей түндерді. Оңайлықпен ұйықтамайтын жігіт едім, сені тыңдап отырып ұйқым келді. Інісі ағасымен егесе ме, жоқ әлде ақыл сұрап кеңесе ме? Көбеймей кеттіңдер деп кінәлама, жылдату оңайма не десе де.
Ей, Міржақып ұйықтаған уақытта оян қазақ деп айтам жеңе-шеңе. Ей, көп балалы атанаға айнала алсақ, Қытай мен Қазақстаны теңесе ме? Арыстардың арманы сол емес пе? 10 жылда көбейсек біз 10 есеге, 10 есеге, Ей, Мұхтаржан таңырқатып тыңдағанды, өзіңе беріп қойдың шын бағаңды. Бір әулеттен шығарсам деп қояды, арыстарға ұқсайтын кіл баламды. Бірақ та ол арманың қызық екені, сөздерің қалай бұрмаланды. Жыл сайын туғызам деп ойлайсың ба, 100 жылда бір туатын тұлғаларды, тұлғаларды. Ей, қандай дәуір қараңғы заманды алсаң, әділет жол көрсетер саған қолшам. Жұмыссыздық жағдайын айтып өттің, күркіремей сіркіре жауар болсаң. Ей, мәселенің мәнісін ашып айт, бетпеймесін, шынымен ертеңіме алаң болсаң. Мысалы, мен ойлаймын басқашалау, естірсің жауабымды аман болсаң. Заңды оқыған адам көп, заңгерлер аз, осыны мысал қылып алар болсаң. Ей, мұғалімдік бітірген адамдар көп, ұстаздар аз, саусақпен санар болсаң. Ей, жұмыссыздық емес қазір біліксіздік жайлап тұр, бұл қоғамға қарар болсаң. Той менен құдалықтан не істеп жүрсің? Мысалы, сен білікті маман болсаң, маман болсаң, Ей, болғасын ақыл жастаны, асыл тастаны, сөйлейін ел алдында тосылмастаны. Тойына тілекші болып келген ұлмын, асын деп Әсия апам ғасыр жастан. Біздерде жат емеспіз бұл өлкеге, айтайын ақиқатты жасырмастаны. Ей, сырға кеп көз жұмған мен Марал Ишан, дидарын дүниенің осында ашқан. Ал біздің Сейтжан жырау сенде жатыры, қалдырған ұрпағына асыл дастаны. Міржақып Ахметтер қызмет қылып, ей, Қызылордада түнектен ашылды аспан. Торғай бетке мал жайып сырдың елі, жаздай жайлап көшіңе көшін қосқан. Жаппастың қызын алған айған стайы, Абырай атам биік асудасқан. Ей, біз жақпен құда болып Айбек Қали екпіні тұр әліде басылмастаны. Ей, Қостанай Қызылорда егіз ел ғой, төскейде мал төсекте басын қосқан. Ей, басын қосқан. Ей, қайтеміз әңгімеге ояр нені, көңілің осыншама қаяу меді. Адам атын талдайтын болыпты ғой, бұл Мұхтар ғалым Омар Хайам беді. Ей, бабамыз батыр болсын деп кезінде баласын Баян деді, Ноян деді. Солардың аты елге ұран болып, қазақтың рухтанып оян делі. Ей, әр есімнің өзіндік астары бары, түсінсең мағынасын жояр меді. Әсия деген есім мысал үшін қазаққа қай кезде де аяул еді. Ол иранша мейірімді деген сөз ғой, шуағыңа бөлеген саяң мені. Ал енді Мұхтар дегеніңіз ұлы есім, өз есіңе көңілің тояр меді. 100 жасаған Қонарбай Қайран атаң, батасы Бәтуәлі Баян деді. Егер есім тағдырға әсер етсе, азан айтып құлағыңа таяр меді. Батырды көті бар деп атағандай, атыңды даусы бар деп қояр меді. Қояр меді. Бексұлтан сырда туған сермеді, төкпелеп өлең жырын төгіп еді. Үйленгелі 5 жыл деп айтып едім, 3 жыл ғой деп жауабын беріледі. Жарайды, біз қанша жыл дегенменен, ең бастысы бақытты бол үнемі. Жақсы менен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өмір еді. Жақсы жармен өткізген 3 жылыңыз біз үшін 6 жыл боп көрінеді.
кеткендей жұлқынасың жауда кегің, үстінде сахнаның сарнап едің. Атымды дауыс бар деп қоятындай, дауысым онша емес па сонда менің? Қарағым айналайын, бұл дауыспен талайлардың жүрегін жаулап едім. Мен осы дауысымменен баяғыда дәстүрлі әннен бірінші орын алған едім. Мен осы дауыспенен қаймықпастан қазақтың қайғы мұңын толғап едім. Осы дауысым өзіме қатты ұнайды, мен бұл үшін өкпелі болмап едім. Егерде бұл өмірге қайта келсем, қолыма таңдау беріп Алла менің көп дауыстың ішінен ойланбастан қайтадан өз дауысымды таңдар едім. Айқай ай, ай. Келген соң сөз айтайық мұнда мәнді, жөн көрсең сахнада жырлағанды. Арыстарды тудырам деген едім, сөз қылып Міржақыптай бір баламды. Тұлғалар күнде туа бермейді деп, аяқ асты басымыз сынға қалды. Қарағым оған несін таңғаласың, айтыспен сілкіндірген бұл ғаламды. Мысалы, Әселхан мен Әсия апам өнермен баураған тыңдағанды. Бір жыл, бір ай, бір күнде өмірге кеп, артында әнде қалды, жырда қалды. Қарағым айналайым біздің қазақ, дүниеге әкелген түрлі адамды. Жыл сайын тудырғаның бұлай тұрсын, ұстаған домбырамен қылғаламды. Бір күнде тудырды ғой екі бірдей, 100 жылда бір туатын тұлғаларды. Айқай ұлағатын, ұғынатын, Әсияның қызықпас жырын әкім. Алла берген өнердің арқасында асқақтап тұр ғой апау бүгін атың. Айтса сахнаға сән кіргізген, сызылатын біресе құбылатын. Өнерге ойып тұрып орнын салған, көрмеппін сіз секілді бұрын ақын. Қостанайдың жұртына мың рахмет, төрінен тектілер туылатын. Қазаққа сіздей ақын тарту еткен, торғайдың риза болмасын оның әкім. 75-ке келсе де әлі жап-жас, түрі жоқ кәрілікке бұрылатын. Әулие көлдің ел жұрты әулие екен, сұлу көлден шығарған сұлу ақын. Айқай сыңары ақындардың өлең шығар, айтыс бұл мұзды жарған кемем шығар. Осы айтысты өлтірмей сақтап қалған еңбегі Ермановтың ерен шығар. Атамыз өткен жылы ауырғанда бүкіл қазақ уайым жеген шығар. Сол бір сәттен оқиға баяндайын, мұндайда ел құлағы елең шығар. Атамыз Алматыда емделіпті, қасында дәрігер бар, көбемші бар. Жамбыл жатқан жатыпты палатада, жамбыл жатқан жатыпты кроватта. Мәнісі бұл бір істің терең шығар. Мен бұны сәйкестік деп ойламаймын, жаратқан ол шүбәсіз шебер шығар. Жәкең жатқан орынға жүкең жатса, 100-ге дейін жасасын деген шығар. Бұрылсам Бексұлтандай қарағыма, қарағым бізге үзіліп қарады ма? Бұл айтпақшы жақында бастық болды, құттықтап қойыңыздар баланы да. Театрға орынбасар болып апты, директор қып Нұрматтай ағаны да. Мен бірақ бір нәрсені түсінбедім, ендеше бұрылайын со жағына. Басшылық қызмет деген оңай емес, бағыну керек заңның талабына. Көп жылғы тәжірибеңе көз салады, қарайды еңбек кітап парағыңа. Сен бірақ бара сала зам болыпсың, кімдердің қалдың екен обалына. Қысқасы
Қысқасы сендер жақта қызметке тегіңе қарап тұрып алады ма? Фамилияң орынбасар болса болды, орынбасар болуға болады ма? Айқай Ей, Мұхтардың келсе дағы зілденгісі, бірақ та келмей отыр түр бергісі. Ей, азаматқа тілекші бола білу бойдағы адамдықтың бір белгісі. Қарағым деп қоймай отыр, болса да жасы менен мүлдем кіші. Ей, мен бірден зам директор болғаным жоқ, тұр еңбек кітапшамда жыл белгісі. Жұмыста жүргеніме 4 жыл болды, ағаңның кем болыпты кімнен күші. Ей, біздің жастар театрда кілең жастары, Нұрматтың ғана үлкендеу түрмен түсі. Ей, фамилиямның қызметке қатысы жоқ, айтпай-ақ түсінеді білген кісі. Ей, Қонарбайдың, ай, өйтсегер Қонарбайдың баласына бақыттың қонбайды ма бірден құсы. Ей, қызметтің жөн жосығын қайдан білсін, қызметкер бола алмай жүрген кісі. Ей, жүрген кісі, ей, миығынан күлгенде ми атылған, көңілінен күмбірлеп күй атылған. Театрда істейді деп күліп отыр, қасымызға жайғасқан кия қылманы. Ей, біле білсең әйгілі Әсия апаны, бойына бар өнерді жиятын жан. Бейімбеттің шұғасын сахналап, драмада ойнаған ия тұлғаны. Ей, басқадан бәсі биік боп тұрғаны, бастаған өнер жолын театрдан. Ей, театрдан, Ей, қолғалы ақиқаттың селебесіні, төрелігін айтпаса төрегесіні. Айтпесе өнерге әркімнің де таласы бары, жолын тапсан көктейсің көгересің. Айтпесе әртісімақ шоумендердің көк жәшіктен көреміз көбелесіні. Ей, талқылап отбасылық мәселесін жұртқа шайып, ерімен талқылайды ерегесіні. Олардың ажырасып қосылғанын айтады журналистер неменесіні. Ей, отбасына өнеге бере алмасаң, өнеріңмен отанға не бересің? Ей, сол жандар Әсиядай апайлардан үлгі алса ғой кеңейтіп керегесін. 80-ші жылдардан бері қарай айтыстың алға тартып көне көшіні. Біздер құсап шұбыртпай, 4-ақ қатары шумақпен қоздырған ел делебесіні. Ей, білімнің саласында үздік болуы дәлелдеді ешкімнен кемемесін. Азаматын ардақтап төріндегі мәпелеп өсіруден немересіні. Ей, жұртыма үлгі болған апамызды қалайша ел ескеріп елемесіні. Өнерімен халықты тәнді етіп, өмірімен көрсетсе өнегесін. Ей, өнегесін, ей, бүгінде үлде де көп, білде де көп. Мұхтаржан өкпелейсің кімге не деп? Қайтадан өз даусымды таңдайым дейді. Дүние қайта айналса шыр көбелек. Ей, өзіңдікін таңдамай не қыласың, ол дауыс сенен басқа кімге керек? Ей, қос уәжің бауырым жөн емес, қос уәжің бауырым тең емес қойы. Мынауың тұнып тұрған ерегес қойы. Ей, әйгілі Әсия мен Әсел хандары, біреу Алтай, біреуі Эверест қойы. Ей, арыстар жылда тумайды деп айтқанмын, алаңсыз тумайды деген мен емес қойы. Енді келіп мысал қып апаларды ел алдында сөккенің жөн емес қой. Ол екеуі екі жақта келді өмірге, оларды туғызған жанын сен емес қой. Ей, сен емес қой,
ал сөйлейін ағайын қошемет соқсаң, алдымда жас жырау кімнен жасқан ба? Ей алқалы топқа түскенде алғаусыз аппақ пейілімен айтамын сөзді астарлап, өнері деген құдірет бөлінбес үлкен кіші деп қарамайды екен жас талғап. Ей талапты құдай оңдаса, қиқулап халық қолдаса, еңбегім қалай еш болмақ. Қасиетті бұл өңір алашқа берген асқандап, ей ақындары кешегі омар шипин сәттер ғой, қара сөзге қассаңлап. Ахметбеков Нұрханның, ей Ахметбеков Нұрханның ұрғарға дастанын жырладым ерте кеш толғап, болдым толдым демеймін, бұл айтыс бізге баспалдақ. Ей жүрсін ағам жол бастап, аман жол ағам қол бастап, ақындар келді көш қандап. Ей қосамын сізді дұғама, қаранарым құлама, жүрсеңде аздап ақсаңдап, айтын жырдың аққуы Әсия апам жасай бер. Абыройыңыз аспандап, 80-ді де тойлаңыз, 90-ды да тойлаңыз, бұйырса 100-ді жоспарлап. Уақытта бопты ағайын, ал ендеше қошамын, кетпесін дәулет бастан-бақ. Ей көршілеріңе қарасаң, соғысқа түскен орасаң, алақұйына ақшаңдақ, татулыққа не жетсін, болмайық достың бауыр достан жат. Қасиетті қазағым, ей мұңаймасын ешқашан жанарына жас барлап. Сәттілік болсын сағанда, қасымда менің отырған қара бауыр қасқалдап. Ей 100-ге жетіп атаңдай бергейсің бата қақшаңдап. Ей сәттілік болсын ал енді, сәттілік болсын ал енді, бағамыз болып бас барма. Қостанай жұрты қадірлі, қос ұлыңа дарынды, қос ұлыңа дарынды, қошемет соқшы қос қолдап, қос қолдап. Басыңа бақ береке айқаяқа қонса екен, көңілің мына бізге толса екен. Мә мынаның дауысы әдем ғой, ал менікі болмайдыр онша көкем. Айтыста сөзге баға берет деуші еді, я Құдай сол сөз рас болса екен айқаяқа. Ақындар қос қолына туалған күн, жанымызда сөйледі жыраулар тың. 75-ке келді деп міне бүгін Әсиясын төріне шығарған күн. Апамызды ардақтап бүкіл қазақ тойын жасап барлығы қуанған күн. Әсия апам халықтың ақыны ғой, соныменен асқақтап тұрар даңқың. Барлық ақын баласы бір ананың, сол анамыз Әсия шығар бәлкім айқаяға. Талас десең менденді талас алам, жарас десең осымен жарас алам. Ағайын сен де аман бол осыменен, арылмай думанменен тамашадан. Жанымдағы Бексұлтан сен де аман бол, не деп тілек айтайын аға саған. Қызылорда Аралдың баласы едің, қызығатын әрқашан қарас адам. Аралың қайта толып жағасында, балық аулап ойнасын бала шағаң айқаяға. Бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын, айтыстың шымылдығын түріп, әлқисасын бастап берген екі жас ақынға құрмет көрсетейік ардақты ағайын. Қазылар алқасы бұл айтысты бастаған Қызылордадан келген Бексұлтан Орынбасаровтың ұпайын берсеңіздер. Қазылар алқасы көтеріңіздер. Түгел 10. Бексұлтанмен айтысқан Мұхтар Қонарбайдың ұпайы 1-9, қалғаны 10.